Сіздермен Ләззат ханым, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Исмихан бізді сатып кетпесіне кім кепіл, дейді Малқұн. Найман Исмиханға қол ұшын созбақшы, ол онымен тағы да сөз байласып алмақшы деп өз ойларын айтады бала. Ал Бенге бегім, кімге біз енді сенеміз? Менің күйеуім Өктембектің жерін алмақшы болған, бір қолын Исмиханға созып отыр, дейді. Енді кімге сенеміз? Ал Тұрғытбек, бізге созған қолы достыққа болса, біз оның қолын аламыз. Ал егер созған қолы бізді өлтіру үшін болса, біз олардың сүйектерін де қалдырмаймыз. Ол екеуі де, яғни Исмихан мен Найман да бізді өлтіру армандары, дейді. Олардың бұл ісін естен де шығармаймыз, жайына да қалдырмаймыз, дейді Осман. Ал Тұрғытбек болса, Найман өз нөкерлерімен бізге қарсы, ал Исмихан өз әскерлерімен бізге қарсы тұрмақшы. Бізге өте қиын болайын деп тұр, дейді. Біздің ісіміз бірінші Найманмен болады, одан соң Исмиханмен болады. Ал оға дейін біраз уақыт бар, дейді Осман. Найман Уәлиде Сұлтанға баса көктеп кіріп, тамағына қылышын тағайды. Маған адал болып көрініп, Османмен бірігіп алдың. Уәлиде Сұлтан болса, мен маған тиістісін жасадым, дейді. Ол жасаған ісің маған зиян келтіру ма? Ей әйел, жауап бер, дейді Найман. Сен бұл жерлерді тыныштандырған келмейді ме? Ал Олов болса, бұл топырақта қаншама адамның жанын алған. Оловтың бұл өмірде бары саған кері әсерін тигізіп жатыр, дейді Исмихан. Егер біреу өлетін болса, мен оны өзім шешемін. Қашан, не үшін, неліктен? Сен де емес, Осман да емес, дейді Найман. Әзірге Осман менің жағыма өтпесе, сен Османның жағына ешқашан өтпейсің, дейді Найман. Найман қылышын Исмиханның тамағына тақап тұрған кезде, Уәлиде Сұлтанның әскерлері де найзаларын жаншыбалардай болып тұрған, оларды тартындар деп белгі береді Уәлиде Сұлтан. Одан соң Уәлиде Сұлтан Найманға айтады: сен ойлайсың ба, Осман сенің қол астыңа өтеді деп? Мен олай ойламаймын, солай білемін, дейді Найман. Ал Уәлиде Сұлтан: сенің мақсатың не, дейді. Менің мақсатым кішкентай емес, сен де, Осман да түсінбейсіңдер. Сенің мақсатың қандай болса да, мен Османбекті жақсы білемін. Ол саудаласуға жоқ болса да, сенің қол астыңа өткенше ол өзінің басын береді, дейді Исмихан. Сен қателесесің. Осман менің қол астыма өтеді. Тек сенің көмегің арқылы, дейді Найман Уәлиде Сұлтанға. Егер де менің пайдам тисе, мен тек қуаныштымын. Ал бірақ мен олай ойламаймын. Мен барлық уақытта да сен жақта болғанмын. Қолымнан келгеннің бәрін істеймін. Ал Османды не істейміз, дейді Уәлиде Сұлтан. Ал Найман болса, сенің айтқандарыңның барлығы рас екен. Осман саудаласуға жоқ болса да, біреудің қол астына кіргенше ол өз өмірін береді. Керек десең, сен де Османды өзіңе қарата алмадың. Ол өз халқы үшін осында келеді, дейді Найман. Мен әрдайым сенің жағыңдамын. Маған тиістінің бәрін істеуге дайынмын, дейді Уәлиде Сұлтан. Сен бұның бәрін соңына дейін түсіндің деп ойлаймын, дейді Найман. Найман бір сарбазын шақырып, Коньяға бір елші жібер. Егер Уәлиде Сұлтан менің бұйрығыма бағынбаса, оның ұлы Алайдин Сұлтан Коньяның іргесіне дарға асылады, деп бұйырады. Енді сен мені түсіндің бе, Уәлиде Сұлтан? Сендердің барлықтарың менің қол астымдасыңдар, дейді Найман. Ал құрметті оқырмандарым, алдағы уақытта Осман телесериалының қызықты сәттерімен сіздермен бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Осман телесериалы сіздерге ұнайды ма? Және де қандай актерлар ұнайды, сол туралы айта кетсеңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияларыңызды қалдыра кетіңіздер. Және де сіздердің тіркеліп, мені қолдап кеткендеріңіз өте маңызды. Сіздерге өте үлкен рахмет, алғысым шексіз, назарларыңызға рахмет. Алдағы сериалдарды күтіңіздер. Сіздермен бірге болған Ләззат ханым.